Біздің бүгінгі тәжірибемізге алып отырған суды алып отырған себебіміз адам организмі туылған кезде осы су сияқты таза мөлдір болады. Кейін біртін келе түрлі зиянды заттарды жегендіктен адам организмі әртүрлі өзгерістерге ұшырай береді. Суды екінші алып отырған себебіміз адамның организмінің 80% судан тұрады. Енді осы адамдардың қалай емделу жолын көрсетеміз. Суды йодты қосып бұлғап алдық. Бұл ауырып жатқан адам деп есептейік. Енді осыған мынау біздің бауырымыз деп есептейік. Адам ауырған кезде осылай бауыры да қарайып өзгеріске ұшырайды екен. Енді осы бауырды қалай емдейміз? Біз кейде ауырған кезде бір терлесек жақсы болады. Тек аспиринді көбіне пайдаланамыз ғой. Енді осы біреуіне аспиринді салайық. Аспириннің қаншалықты емдейтінін көресіздер. Екіншісіне мынау молекула деген зат. Молекуланы қазіргі кезде денсаулыққа өте пайдалы, әрі артық майды жояды деп көп жерде реклама етіп сатып жатыр. Сіздерге пайдаланып жүрсеңіздер таныс шығар. Осындай ғана капсулада болады. Енді осы капсуланы ашып, біздің бауырымызға қаншалықты пайда беріп жатқан, организмімізге қаншалықты пайда беріп жатқан сіздерге көрсеткелі отырмыз. Бұны осындай өте майда болады. Жақыннан түсірсең болады. Осыны екінші суымызға саламыз. Бұл біздің бауырымызға қаншалықты әсер етіп жатқанын көреміз. Қосқа қойайық, араластырайық. Екіншісінде араластырамыз. Тұра берсін. Nutrilite MV компаниясының С витамині. Бұл ацерола шиесінен жасалған. Бұның бір таблеткасында ацерола шиесінің 3 килограммы сығымдалып салынған бізге. Үшінші ауырып жатқан адамды осы С витаминмен емдейміз. Бұның бұлай толық емес, тек жартысы ғана жеткілікті бізге. Сондықтан жартысын сындырып аламыз. Қатты болғандықтан бұны да езіп саламын. Өте қатты, өйткені 3 килограмм шиені бір таблеткаға сығымдап салған. Біз бір жегенде 3 килограмм шиені жей алмаймыз. С витамин жесеңіздер, сіздің организміңізге дәл осы қазір көресіздер, тәжірибеде көргендей, бауырларыңыз, организмдеріңіз тазарады. Міне, бірден әсер етті. Суымыз аппақ болып шықты. 3 тәжірибемізді дайын болды. С витамин адам организмін дәл осылай аппақ етіп тазартады. Ана молекула ішкен адам бауырын қараңыздар. Жақыннан түсір. Қандай қап-қара болып кетті нанның түрі. Енді мынау аспирин адамды терлетеді. Мұнда пар пайда болған, бірақ та бізді бауырымызды одан бетер осылай өлтіреді. Ал енді осы аспирин мен ненің молекуланы салыстырып көрсек, бауырыңыз қайсысынан қаншалықты зардап шегетіні осы наннан-ақ көрініп тұр. Көмір сияқты қап-қара. Енді өздеріңіз денсаулықтарыңыз, өздеріңіздің қолдарыңызда біздің С витаминіміздің бауырыңыз дәл осылай жас баланың бауырындай тап-таза болады. Артық майымыздан арыламыз, азамыз деп ішіп, бауырларыңыз ауырып дәл осылай өмірден қоштасып кетіп жатқан қаншама адамдар бар. Сондықтан кез келген аздыратын өнім таңдаған кезде ойланып, осындай нәрселерді көріп барып алыңыздар. Бұның құрамында ештеңе жоқ, тек қана шөптерден жасалған деп сатып жатыр. Ал қандай шөпті әкеп салсаңыз да, мына нан дәл осылай қап-қара болмайды. Сіздің бауырыңыз да дәл осылай қарайып жатыр. Азам деп жүріп, бауырларыңызды қайтадан қалпына келтіріп алмай қалмаңыздар. Ал енді біз осы ауырып молекула ішіп бауырын ауыртып жатқан адамды С витаминмен ударный дозамен емдеп көрейік. Екеуіне бөле салайын. Жартысын мұнда құйдым. Жартысын жаңа аспирин құйғанға құямыз міне.
міне мына ударный дозамен ішкенде ағарып келе жатыр. Бұл молекула ішкен адамның да бауырын емдеп алуына болады. Мынау қазір кішкене тұрса, бұл да қалпына келеді, бастапқы қалпына. Міне, көріп отырғандарыңыздай нәтиже осылай. Все.